Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге болгар бұрышы мен ет қосылған өте тез жасалатын оңай тағам месопотайский тамағының рецебімен бөлісемін. Кешкі асқа міндетті түрде жасап көріңіз, өте дәмді болып шығады. Менің каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойыңыз. Алдағы уақытта көптеген тамаша рецептер шығады. Ең алдымен түрлі түсті болгар бұрышын ұзынша, яғни соломка етіп турап шығамыз. Келесі кезекте алдын ала жуып тазалап алған сарымсақты, сәбізді және картопты да дәл осылай ұзынша соломка етіп турап шығамыз. Келесі жұмсақ етті де дәл осылай етіп, ұзынша етіп турап аламыз. Қалауыңыз бойынша картоп қоспауға да болады. Алдын ала қызып тұрған сұйық майда етті қызарғанша қуырып аламыз. Үстіне алдын ала дайындап алған сарымсақты, сәбізді қосып, тағы біраз қуырып аламыз. Оның үстіне соя тұздығынан бір ас қасық саламыз. Аздап су құйып, пештің астын азайтып қоямыз. Күріштің суы мөп-мөлдір болып таза болғанша жуып алып, оны да осылай майға қуырып, бетін жауып қоямыз. Дәміне қарай тұз бен бұрыш салып, ет піскеннен кейін оның үстіне картоп пен болгар бұрышын салып, пештің астын азайтып, қақпағын жауып қоямыз. Келесі кезекте тағамның бетіне салатын салатты, яғни қияр мен помидорды ұзынша етіп турап аламыз. Бар болғаны 1 сағаттың ішінде подливы мен күрішіміз де дайын болып пісіп шықты. Достар, менің каналымда осы ыстық тағамдармен қатар көптеген тез және оңай жасалатын түрлі выпечкалардың, әртүрлі торттардың рецептері бар. Сол үшін каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып қоюды ұмытпаңыз.